Хей, бәріңе сәлем оқушылар, микрофонда Мадияр Тұрғанұлы. Бүгін бізде эфир емес запись ретінде нұсқа талдау, себебі жаңа 3 рет эфирге шығуға тырыстым. Үшеуінде де 2-3 минуттан кейін эфир үзіліп кетіп жатты, қатып қалып жатты. Соған байланысты енді эфирдің берекесі кетті, но біз нұсқаны талдауымыз керек. Сол себепті запиське түсіріп жатырмын в данный момент, и оны YouTube-қа салып қоятын боламын. Бұл бізде екінші нұсқа талдау, 2026 жылғы жаңа ұтуының ресми нұсқаларын талдап жатырмыз. Бұлардың қаңтарда келу шансы өте жоғары. Және де байқаған болсаңыздар, менің YouTube каналымда 38 нұсқа талдау бар. Жаңа шыққан 2026 жылғы нұсқалардың ішіндегі сұрақтарын сол ескі талдаған нұсқаларының ішінен де таба аласыздар. Мысалы, бірінші нұсқа талдаудың ішіндегі көптеген сұрақтар менің 21-ші нұсқа талдаудың ішінде көбісі кездеседі. То есть 2026 жылғы жаңа нұсқалар, олар по сути былтырғы и 2022-ден бері қарайғы нұсқалардың ішіндегі сұрақтарды плюс үстіне жаңа сұрақтарды қосу арқылы андай араластырып жаңа 2026 жылғы пробныйлар ретінде шығарып отыр ұты. Сол себепті алдағы уақытта қаңтар ұбт-да келуі мүмкін сұрақтар также менің ескі нұсқа талдауларының ішінде болуы әбден мүмкін. Оларды да қарап шықсаңыз артық етпейді. Ал біз давайте онда бастайық. Бірінші сұрақ бізде битеді. А тең 1 дейді, Б тең 0 дейді, С тең 0 дейді, үшеуі. Енді осы үшеуінің мәндерін мына варианттардың қайсысына қойсақ, F-тің мәні 1 болады дейді. То есть біз просто аламыз да, А тең 1, Б тең 0, С тең 0 дегенді мына өрнектерге қойып шығамыз. Әрі қарай есептейсіз қайсынан бір шығады, сол бізде осы сұрақтың жауабы болады. Егер де мынандай белгі тұрса, бұл бізде дизъюнкция. То есть мынаның орнына сіз қосу белгісін қоясыз. То есть мында қосу белгісі. Ал егер мынандай белгі тұрса, бұл конъюнкция. Мынаның орнына сіз көбейту белгісін қоясыз. То есть бізде 1 қосу 0 көбейту 0 болады. 0-ге 0-ді көбейтеміз 0 болады, 0-ге 1-ді қосамыз 1 болады. И біз сразу F-тің мәні 1-ге тең болатын жағдайды анықтадық, и А варианты бізде сразу дұрыс болып кетеді. Қалған варианттарға да өстіп ABC-ның мәндерін қойып, есептеп көрсеңіздер болады. Мында, кстати, терістеу бар. Егер де А-ның мәнін мында қоямыз, и мында терістеу тұратын болса, мынау терістеледі, и 1-дің мәнін 0 қылады. Егер 0-дің үсті терістеліп тұрса, мына жағдайда мысалы 0-дің үстінде терістеу болса, мынаның мәні терістеуден кейін 1 болады. То есть енді мынандай тұрса, қарама қарсы мәнін аласыз да, есептейсіз. То есть 1 көбейту, С бізде 0. Мына жақта А-ны терістеп жатыр. 1-ді терістейміз 0 болады. И мында тоже көбейту. И мынадан бізде 0 шығады, мысалы С вариантында. Ал біз әрі қарай екінші сұраққа қарай кеттік. Бір-біріне тізбектеліп жалғанып, жабық шеңбер құрайтын желі топологиясы. То есть мынау бізде компьютерлер. И осы компьютерлер бір-біріне тізбектеліп жалғанады. И мынадан бізде сақина пайда болады. То есть топология жалпы компьютерлердің байланысу формалары. Егер де мысалы бір коммутаторға мынандай болып компьютерлер жалғанатын болса, мынау бізде уже жұлдыз болып саналады. То есть формасы неге ұқсайды, соған байланысты атауға ие болады. Формула көшірілгенде сілтеменің адресі өзгермейді. Сілтеме көрсетіп тұрған ұяшық тұрақты болып қалады. Бұл бізде абсолютті сілтеме, D варианты бізде дұрыс болады. То есть мынандай сілтеме түрі. Мысалы, былайынан жазайық. Обычно Excel'де былай жазсақ, бұл бізде салыстырмалы сілтеме болады. Но егер біз екеуінің де алдына доллар белгісін қоятын болсақ, мынаны қай ұяшықтан қай ұяшыққа копировать ставить етсеңіз де, алып барсаңыз да, не істейді? Мынау бізде өзгермейді. То есть доллар А, доллар Б бір күймен қалады деген сөз. То есть А1 ұяшығына сілтеме ретінде бұл әрбір жаққа, әрбір формулада только А1 күймен қалады. И оны біз абсолютті сілтеме деп атаймыз. Ал салыстырмалы сілтеме ұяшықтардың ішінде формуланы көшіріп қойған кезде ол өзгеруі мүмкін. Әрі қарай кеттік. Мынандай кестеде select дейді, name және де price дейді. То есть мына екі баған таңдалып жатыр бізде. Осы кестеден шарт қойылып жатыр. Егер типі қайың болса дейді. То есть типі қайың болып тұрған бізде мына екеуі. Типі қайың жазбалардан біз атауын
және де бағасын таңдап алады екенбіз. Select деген таңдау, мынау. Екі бағанды таңдаймыз инструмент кестесінен. Енді оны типі қайың болатындар таңдап алдық, әрі қарай біз оны сұрыптаймыз дейді. Order by бізде сұрыптау. Сұрыптаймыз бағасы бойынша. То есть бізде таңдал алынды қайсылары қайың болып тұрған қобыз, 2, жоқ ID бізге керегі жоқ, қобыз. Прайсы бізде 150 мың дейді, 150 мың. Екіншісі бізде double дейді. Double бағасы бізде 60 мың дейді. Осындай бізде екі жазба алынды. Но бұл екі жазбаны біз сұрыптаймыз бағасы бойынша, прайсы бойынша. Прайсы бойынша сұрыптаймыз. Егер ASC деп тұрса, бұл ascending деген сөз. Ascending бұл өсу ретімен дегенді білдіреді. Егер DSC деп тұрса, ол descending деген сөз. Ол кему ретімен дегенді білдіреді. Біздің жағдайда мұнаны біз өсу ретімен сұрыптайды екенбіз. Демек, бізде double жоғар жағында тұрады, қобыз төмен жағында тұрады. Так, бізде екі ғана баған таңдалып жатыр, name мен price, сол себепті мұналарды сразу сызып тастай бересіз. C мен D-ны қараймыз, C-да бізде қобыз жоғар жағында тұр. Так, мұна жерде еще материал деген баған таңдалып тұр. Сол себепті C варианты минус болады бізде. Бізге double кіші мән 60 мың, сол себепті ол жоғар жағында тұру керек. Өсу ретімен сұрыптасақ, бірінші double жолы кетеді. Әрі қарай астында қобыз жолы кетеді. Ол бізде D вариантында көрсетіліп тұр. Double тұр міне 60 мың мен, қобыз тұр міне 150 мың мен. Мұна екі баған таңдалып тұр. C9 яшығындағы C2-ден C7-ге дейінгі осындай формулаға сәйкес функция дейді. То есть C2-ден бастап C7-ге дейін бәрі қосылып тұр екен. Оны біз sum деген функция арқылы жүзеге асыра аламыз. Ішіне C2-ден бастап қос нүкте жазып C7 деп жазсақ, дәл осы операцияны орындайды. Поэтому бізде D вариант дұрыс болады. Счет деген санын анықтайды, среднее значение орташа мәнін анықтайды, максимум макс деген үлкен мәнін қайтарады. Ақпарат көлемдерінің өсу реті бойынша орналасуы дейді. Ең кіші өлшем бірлік ол бізде бит, сол себепті 1 биттен бастаймыз, А варианты сразу минус болады. 1 биттен кейін бізде 1 байт кетеді. Мына жерде 1 бит, 1 байт деген. Бірде екен, хорошо. Әрі қарай келесі бізде 2048 бит деп тұр, 300 байт деп тұр, 300 байт деп тұр. Давайте 2048 битті біз байтқа қарай түрлендірейік. Мұнаны аласыз да 8-ге бөліп жүрсеңіз, бізде байт шығады. 2048-ді просто аласыз да, басыңызды ауыртқыңыз келмесе, 2048 бөлу 8 деп жаза саласыз. 256 шығады. 256 байт дейді. Ал бізде мұнау 300 байт екен. То есть, мұнадан кейін бізде 2048 бит түседі деген сөз, үлкені. Так, 2048 бит түскені міне мұнау. D вариант келіп тұр. Одан үлкені 300 байт екен, одан үлкені 1000 байт дейді. Потом бізде ең соңында 1 килобайт. Дұрыс, 1000 байттан 1 килобайт үлкен, себебі 1 килобайттың ішінде 1024 байт бар. Мұнада. Ал 1000 байт одан азырақ. Сол себепті бізде D варианты дұрыс болады. Жалпы және кәсіби бағытта қолданылатын программалық жасақтама. Кәсіби дегеніміз сразу қолданбалыға жатады. То есть, кәдімгі адамдардың жасайтын продуктілері, өздерінің кәсіптеріне арналған продуктілері, олар всегда қолданбалы программалық жасақтамалар. Олар пользовательский деп аударылады орысша. Оларға Adobe, Photoshop, Premiere Pro тағысындағы солар жатады. Енді, Excel тоже Microsoft компаниясының продукция, ол да платный да, ол кәсіптің бір түрі ақша алып келеді Microsoft компаниясына, оны адамдар сатып алады көбісі. Но біз курста тегін қолданамыз, крякать етеміз, взламывать етеміз, да, активаторларын қолданамыз. Даже YouTube арнама кірсеңіздер, тоже офисте тегін орнату видеосы бар. Орнатып алыңыздар. Сандардың ішіндегі ең кіші санды көрсет дейді. Біз давайте мұнан бәрін аламыз да ондық санау жүйесіне келтіре алайық. Мұна екеуін келтірмейміз. Мұна екеуінің ішіндегі кішісі бізде 39, 52 сразу минус болады. Енді давайте 1, 0, 0
деген екеуінің арасындағы, ну, по сути, давайте мынаны түрлендіре алайық. 1, 0, 0, 1, 1. Төбесіне бүйтіп номерлеп шығамыз. 0, 1, 2, 3, 4 деп. Бұл бізде екілік санау жүйесінде тұр, сол себепті 2-ден бастаймыз. 0 тұрғандарды қысқартып жіберсеңіз болады, олардың бәрі қысқарып кетеді, яки 0-ге көбейтіліп кетеді. Сол себепті 2-ның 4 дәрежесі дейсіз. Жанына көбейту 1 деген астында цифраны жазудың да қажеті жоқ. Қосу белгісін қоямыз, 2-ның 1 дәрежесі, өзі қосамыз 2-ның 0 дәрежесін. Тең болады, 2-ның 4 дәрежесі 16, қосамыз 2, қосамыз 1-ді. Санның 0 дәрежесі ол 1-ге тең. Получается, бізде 18, 19 деген сан шықты. 19 деген сан шықты. Бізде сразу 39-ды сызып тастай береміз. Одан кішірек сан табылды. Енді келесі 1, 0, 0. Так, потом бізде тағы 3, 0 и 4-ші 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 дейміз. Мұнаның бәрі қысқарып кетеді 0-дер. 2-ның 6 дәрежесі 64-ке тең. 64 бізде 19-дан үлкен. Сол себепті оны да минусовать етіп жібереміз. Енді 37 деген 8-дік санау жүйесінде мән қалды, тоже номерлеп шығамыз. 8-дің 1 дәрежесі көбейтеміз астындағы 3-ке. 8-дің 0 дәрежесі көбейтеміз астындағы 7-ге. 8-дің 0 дәрежесі 1 болып кетеді. 8-ді 3-ке көбейтсек 24, қосамыз 7-ні. Тең болады 31. 31 бізде 19-дан үлкен, сол себепті мынау да бізде минус болады. Ең кіші сан бізде осы B вариантында екен. Келесі, HTML тілінде кестемен жұмыста қатардағы ұяшық мәндерін анықтайтын дескриптор дейді. То есть бізде кесте берілген, осы кестенің ұяшығын анықтаушы дескриптор, немесе тег, ол бізде TD деп аталады, C варианты. Ал жолды біз тierдің ішінде жазамыз. Мына tier ашылады, tier жабылады. Бұл бізде осындай тег, жолды сипаттайды, целый. Полностью таблицаны table арқылы жасаймыз. Ал именно мына ұяшықты біз TD арқылы көрсетеміз. То есть TD ашылады, ішінде мәлімет болады, и TD жабылады. То есть ұяшықты біз осы арқылы жасайды екенбіз. Ал TH дегеніміз осы кестенің жоғар жағындағы баған атауларын жазуға болатын ұяшықтарды біз осы TH-тың ішінде көрсетеміз. Ал мұнда қатардағы ұяшық сұрап тұр. Сол себепті TD варианты бізде дұрыс болады екен. Әрі қарай кеттік. ASCII кестесіне сәйкес әр символға жадыдан бөлінетін орын 1 байтқа тең. ASCII 1 байтпен кодтайды, Unicode 2 байтпен кодтайды. Но өзіндік нюанстары бар, оны алдағы талдауларда қарап өтеміз. Айта кететін жағдай, бұл нұсқаның ішіндегі сұрақтар қатты қиын емес. Қаңтар ұбытысында тоже сұрақтар қатты қиын болмайды. Қиындайды уже наурыз ұбыты, нағыз ұбытыларда. Егерде қазірдің өзінде қиналып жүрсең, қазірдің өзінде де прогресс жоқ болса, онда сізге уже қозғалу керек. Информатика ұбытыға 2022 кірді. Сол хып деп кірген кезде хоп деп қағып алып 4 жыл бойы осы салада майын тамызып жүрген мұғаліммен бірге дайындалғыңыз келсе, және 3000-нан астам оқушы дайындап, оның 98%-ын грантқа түсірген мұғаліммен дайындалғыңыз келсе, Қазақстан Республикасы бойынша информатикадан ең алғаш кітап жазып шыққан мұғаліммен дайындалғыңыз келсе, онда сізді өзімнің курсыма шақырамын. Былтырғы оқушым рекорд қойды, 50-ден 50 балл алған болатын, информатикадан Серікбай Нұрали деген оқушым. Және де курсқа тіркелсеңіз, сізге өзімнің жаңа жазып шыққан информатикадан ұбытыға дайындыққа арналған су жаңа спецификациямен жазылған кітабымды тегін бонусқа беремін. Кітаптың ішінде 400 бет бар, оның ішінде тағы да қосымша тақырыптардың бәрін QR-ға салып қойған болатынмын. Бүкіл установщиктардың бәрі тоже QR-лардың ішінде. Жаңа басылым. Бұл кітап курс алған оқушыға кәдімгідей тегін салынып жатыр. Және де курстың ішінде тек қана Нұрали емес, басқа да оқушыларым бар. Керемет нәтижелерге жеткен бұл оқушылардан бөлек тағы да супер нәтижелердің бәрін Instagram парақшамдан көре аласыздар. Ал курстың өзіне келетін болсақ, курстың ішінде 110 плюс видео сабақтар бар. Талдаулар бар, видео сабақтар бар. Жалпы ішінде ұбытыға керектінің бәрі бар. Тестлер, есептер, кодтар бәрі салынып қойылған, талдаулар бәрі бар. Бүкіл сабақтардың бәрі ішінде, платформада. 3 айдың ішінде 45 плюс балға жетуге смело болады осы курспен. Серікбай Нұрали именно осы курспен дайындалған болатын, 50-ден 50-ді ұрды нағыз ұбытыда.
Доступ нагыз ұбт біткенше 10 шілдеге дейін беріледі. Бонусқа плюс 16 пробный, 24 нұсқа талдау, 1000 теориялық тест беріледі. И оның талдауы да бар платформада. Алдағы уақытта 1000 есеп салам кодпен. И осының бәрін талдап тоже салып қоям бонусты модульге. Ол да сізге тегін ашылатын болады. Және де жаңаға көрсетіп өткен мына кітап сізге тоже бонусқа берілетін болады. Курс жайлы ақпарат алғыңыз келсе, мына біреу WhatsApp номерге жазыңыздар. Goldпен де қабылдаймыз, Redпен де қабылдаймыз, және де рассрочкамен де төлемді қабылдай береміз. Сіз курстың бағасын 12 айға, даже кейде 24 айға дейін шашып төлей аласыздар. Мына курстың ішінде ешқандай шектеу жоқ. Кіресіз, видео сабақтарды бастап кетесіз, соңына дейін қай уақытта жетесіз өзіңіздің еркіңізде. Таңертеңнен кешке дейін өлерман болып отырып алып, анан бастан аяқ қаңтар ұбт-ға дейін аяқтап тастаймын дейсіз бе, өзіңіздің еркіңізде. Курстың ішінде тапсырмалар қиын болады, қиналасыз, но зато қазір қиналасыз, ертең ұбт-да бәрі оңай болады. Вот осындай сіздерге бір кішігірім хабарлама айта өтейін дегенім ғой. Программалар өңдейтін деректерді жазу, оқу мен сақтауға арналған шағын көлемдегі есте сақтау құрылғысы ол бізде жедел жады. Вот жазу, оқу, сақтау деген үшеуде болса, және де шағын көлемдегі есте сақтау құрылғысы ол бізде мына жерде жедел жады болады. Кэш жадысы процессордың ішінде орналасады, оның анықтамасы процессор мен жедел жадының синхронизациясын орындау. Синхронизациясын жақсарту деген білдіреді. Ал CMOS жады ол өзіндік батарейкасы бар деп басталатын анықтамаға ие. То есть өзіндік батарейкасы бар болатын, аналог тақшаның бетінде орналасатын, және де тұрақты жадыны заводской настройкаға қарай сброс жасауға мүмкіндігі бар жады, ол бізде CMOS жадысы. Ал тұрақты жады тек қана оқуға арналған жады деген анықтамамен келеді сізге көбінесе. Ал мынандай анықтамаға сіз жедел жадыны белгілейсіз. Төменде берілген сандардың қайсысы ішкі желі маскасы дейді. Ішкі желі маскасы немесе просто маскасы дейміз. Маска дегеніміз бірлермен, нөлдермен көрсетілетін мынандай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8. И, допустим, ар жағында нөлдер болсын. Міне. Маска дегеніміз желі номер мен хост номерін ажыратушы компонент. Бір болып тұрған аумақты мына біреу диапазонды біз желі номер деп атаймыз. Ал нөлдерге тиесілі аумақты біз диапазонды хост номер деп атаймыз. То есть олардың бәрін бүйтіп сызып отыруға жады көп кетіп қалады, сол себепті просто жадыда цифрлар ретінде көрсетілген. Мына біреу типа боялған аумақ желінікі, боялмаған аумақ хосттікі, допустим. Осындай диапазон берілген. И 32 бит мында. 32 бит. И всегда былай болу керек. Мына жақтан непрерывно бірлер келеді, бір мезетте бірлер үзіле ма, әрі қарай полностью нөлдер болып кету керек. То есть граница көрсетілу керек осылай. Мысалы, бүйтіп келіп, мында бір болып тұру болмайды. Андай дүние ол маскаға жарамайды. Либо вот мына жерге дейін до конца бір болу керек та, мына жақ 0 болу керек. Енді осы жерден мынаның бәрін екілік санау жүйесіне ауыстырған кезде, айналдырған кезде, осыған ұқсас бір вариант шығады. Енді мән беріп қарайтын болсақ, бізде 255, 170 деп тұр. Мына жерде 255, 255, 225 деп тұр. Мына жерде 255, 170 и 255 деп тұр. Но біз сразу мынаны сызып тастай берсек болады. 170-ті давайте түрлендірейік. 170-ті екілік санау жүйесіне түрлендіреміз. Давайте 8-ден береміз. 80 минус 160 болады сонда. Жоқ, 80... 8-ден берейік, минус 16, 1 қалды, 10. 5-ден береміз, минус 10, 0 қалдық, Хорошо. 85-ті тағы да 2-ке бөлеміз. 42 минус 84, сонда 1 қалады. 42-ні 2-ке бөлеміз, 21 минус 42, 0 қалады. То есть мән беріп қараңыздар, егер де бізде мына жерде, до конца шығарасылайық. Так, 10-нан береміз, минус 20, 1 қалады, 2-ке бөлеміз, 5-ден береміз, минус 10, 0 қалады, 2-ке бөлеміз, 2-ден береміз, минус 4, 1 қалады, 2-ке бөлеміз, 1-ден береміз, минус 2, 0 қалады. Мынаның бәрін біз тізбекке жинайтын болсақ, мен қазір 170-тің екілік санау жүйесіндегі мәнін анықтадым. Онда бізде мынандай сандар шығып кетеді. Мынаның арасында
непрерывный бірлер болып келіп, потом нөлдер болып кеткен жоқ. Мынандай сан емес, мынау бізде аралас болып кетті. Мынандай дүние маскаға жарамайды. Сол себепті 170 бар варианттардың бәрін біз қазір не істейміз, сызып жібереміз. Енді Б мен Д-ны қарастыратын болсақ, Б-ның ішінде мынау соңғысы 225 болып бітіпті. Мына жақта 224 болып бітіпті. Енді давайте түрлендірейік. 225-ті 225-ті бөлеміз. Давайте 112. Бұл дегеніміз 224-ті береді. Бір қалдық қалады мұнда. 112-ні 2-ке бөлеміз. Бізде 56 минус 112. Бізде 0 қалады. Біз мұнаның бәрін мұна жақтан бастап басына қарай жинадық. Бізде какой-то бір сандар келеді. И бізде вот мұна екеуімен аяқталады, 0-1 болып аяқталады. Вот 0 тұр бізде, потом 1 тұр. Бұл жағдай жарамайды бізде. То есть мұнаның арасында бүйтіп 1 тұруға болмайды 0-ден кейін. Всегда вот бірлерден басталу керек маска. 0-дермен аяқталу керек. Поэтому мына бізде тоже минус болады. И бізде только D варианты қалады. Но все-таки давайте қарай өтейік. 224-ті біз 2-ке бөлеміз. 112 минус 224 0 қалады. 2-ке бөлеміз. 56 минус 112 0 қалады. 2-ке бөлеміз. 28 минус 56 0 қалады. 2-ке бөлеміз. 14 минус 28 0 қалады. 2-ке бөлеміз. Бізде так 7 минус 14 0 қалады. 2-ке бөлеміз. 3-тен береміз. Минус 6 1 қалады. 3-те 2-ке бөлеміз. 1-ден береміз. Минус 2 1 қалады. Сонда вот 1 1 1 0 0 0 0 0. Вот осындай сан шықты. Мынау бізде сплошной бірлерден басталды и 0-дермен аяқталды. И получается мынау бізде жарайды. Ал 255-терді алатын болсақ, бұлардың бәрі сплошной мынандай цифрлар. То есть мынау бізде 255 кетсең, былайынан көрсете салайық. Мынау бізде 255. Сол себепті бізде жарайтын вариант ол бізде D варианты. То есть мына логиканы жаттап алыңыздар. Сплошной бірлерден басталып, сплошной 0-дермен аяқталу керек. Даже былай да болады. Мынаның бәрі 1 болып келеді, ең соңында вот мына жерде вот 1-мен и соңында 0 болып қалатын болса, ол да тоже жарайды. То есть главное границасы араласып кетпеу керек бір-бірімен. Айтпақшы, сіздерге айтар тағы да бір керемет жаңалығым бар. Алдағы күндері мен жаңа туындымды жазып бітейін деп жатырмын. Бұл жаңа туындымның ішінде 2000 тест болады. Информатикадан ОБТ-ға дайындыққа арналған 2000 тестісі бар жинағым жарық көреді. Бұйырса, бірнеше күннің ішінде қазір жаппай тұрмай соны жазып жатырмын. Ит бол бөлмеден шықпай отырғаныма біраз болды. Бұның ішінде 1000 теориялық тест болады, плюс 1000 есептік кодтық логикалық сұрақтар болады. То есть 1000-ы былай, 2000 тест болады. Мынандай 2000 тесттік тест жинағы жоқ әлі. Мен бірінші болып жазып шығайын деп жатырмын осыны. В данный момент вот тоже ашып қарайтын болсақ, ішінде вот 1000 теориялық тест болады осындай. Міне бірінші 1000-ы бітті почти. Әрі қарай бізде вот осындай есептік, кодтық, логикалық андай тесттер кетеді. Мына жерде мынаның көбісі Python мысалы. Енді мынау пока что черновик. Осы бірнеше күннің ішінде полностью 2000-ды аяқтаймын. Әрі қарай осы 2000-ның бәріне авторлық лицензия алып, осының бәрін уже Каспиге сатылымға шығарайын деп жатырмын. Осындай бізде бұйырса жаңа басылымдар биылға жарық көреді, Құдай қаласа. 13-ші сұрақта 23 санын 16-лық және де 10-дық санау жүйелеріне ауыстырғандағы мән дейді. Бұл 8-дікте тұр екен. Біз бүйтіп номерлеп аламыз. 8 жазамыз. Так, бір дәрежесі болады, мұнда түседі. Көбейтеміз, астындағы цифра 2. Қосамыз 8-дің 0 дәрежесі, вот. Көбейтеміз, астындағы цифра бізде 28 емес, 23 кешім сойым. 3. 8-дің 0 дәрежесі ол бізде 1-ге тең. 8 жерде 2 16. Қосамыз оған 3-ті. 16 қосу 3 бізде тең болады 19. Бұл бізде 10-дық санау жүйесіндегі мәні. 10-дық санау жүйесіндегі 19-ға тең мәндері мынада тұр, мынада тұр. Мынау бізде жарамайды, мынау бізде жарамайды. 16-лықта 19-ға тең емес. Енді біз аламызда, давайте 19-ды 16-лық санау жүйесіне қарай түрлендірейік. 16-ға бөлеміз, 1-ден береміз, минус 16, 3 қалады, кері ретпен жинаймыз, сонда 16-лық санау жүйесінде 13 деген санға тең екен. 13 деген санға тең екен. Бізде 13 деген
мына жерде тұр 16-лық санау жүйесі бойынша и 19 ондық санау жүйесі бойынша. Д варианты бізде дұрыс болады. 14. Деректерді енгізуге және өзгертуге болатын сұхбат терезесі, ол бізде форма. Д варианты бізде дұрыс болады. Бұл сұрақ қайдан десеңіз, бұл Microsoft Access деген андай деректер қорын басқару жүйесі бар, DQBJ дейміз оны қысқаша. Осындай DQBJ курстың ішінде бар бізде. Менің оқушыларым сұрайды, ай, Microsoft Access-тен сабақтар салып қой, сіз кішігірім теория екен, спецификациясы жоқ қой деп. Мен оларға айтып отырмын, базаның ішінде осындай Microsoft Access-ке байланысты теориялық сұрақтар жүр. Сол себепті артық етпейді, қарай сал деп айтамын. Вот, мені келіп тұр, деректерді енгізуге және де өзгертуге болатын сұхбат терезесі, ол бізде форма и осы Access-тің ішіндегі теориялық осындай сұрақ. Олардан бірнеше келіп қалуы мүмкін сізге де. Сол себепті мына біреу деректер қорын басқару жүйесін тоже қарап шығыңыздар. Бұның ішінде де SQL-де код жазуға болады. PHP MyAdmin екінші баспада жазылған. MyAdmin. Вот осындай екі бізде деректер қорын басқару жүйелері бар екен. Ал мынадан көбінесе келіп жатыр теориялық сұрақтар. Ары қарай кеттік. Кестеде 7-ші сынып оқушысы, кстати, қалғандарында қарай өтейік, бізде сұраныс, есеп, макрос дегендер бар екен. Сұраныс дегеніміз кәдімгі SQL сұранысын жасауға болады, немесе сұраныс конструкторын жасауға болады. То есть анықтамасы соған келеді оның. То есть кестенің ішіндегі жолдарды таңдау, немесе кестенің ішіндегі өзгерістерді жасауға арналған құрылғы. Ол бізде сұраныс, осыған ұқсас болып келеді теориясы. Ал есеп дегеніміз кестенің ішіндегі мәліметтердің бәрін жақсы адамға ыңғайлы форматта басып шығару деген. Именно басып шығару деген несі болады ішінде. Сол сөзі арқылы табасыздар, ол бізде отчет. Есеп дегеніміз отчет мына жерде. Макрос дегеніміз жылдам қолдануға мүмкіндік беретін қандай да бір комбинациялық элементтерді біз макрос деп атаймыз. Ол тоже осындай теориялық түрде келеді. Ол тоже бәрі Microsoft Access-тің ішінде құралдар. Кестеде 7-ші сынып оқушысы Асқардың жылдық бағалары берілген. Асқардың орташа бағасының мәнін есептеу формуласы. Среднее значение деген формуланы қолданамыз, и формуланың алдында всегда теңдік белгісі тұру керек. Тең деп бастайсыздар формуланы. Сол себепті А мен Б варианты бізде минус болады. Енді А мен Б вариантын қарайық. Орташа бағасын анықтау үшін біз бағасының бәрін таңдауымыз керек. Бағалары бізде С3-тен басталып тұр, міне. С12-ге дейін барып тұр. И получается С3-тен С12-ге дейін арасы қос нүктемен көріну керек. Мына бізде өтір тұр, сол себепті бізде минус болады. То есть С3, С12 диапазоны через қос нүкте жазылады екен. Қос нүктемен көрсетесіздер. С3, С12 бұлайынан дұрыс болады. Ал мынандай өтірмен болмайды. Сол себепті біз ары қарай кеттік, Д вариантын белгілейміз. Кеттік. 16. Мынандай insert into Т1 кестесінің ішіне енгізу деген мағынаны білдіреді. Мынандай мәндерді, values деген ол бізде мәндер. Мәндер бізде V1, V2. V1, V2 мәндерін осы Т1 кестесінің ішіне қарай жаңа жол ретінде енгізіп жатырмыз деген білдіреді мына запрос. И осы жаңа жолға қосылатын мәндер, олар бізде values-дің ішінде сипатталып тұр. V1 мен V2. 17. Дизъюнкция амалы. Дизъюнкция дегеніміз логикалық қосу. Конъюнкция дегеніміз логикалық көбейту. Инверсия дегеніміз логикалық терістеу. Осы үшеуі бар да, ең главный. Одан бөлек эквиваленттілік бар, және де импликация бар. Олардың тоже сұрақтары наурыз ұпытыда келген болатын. Олардың бәрі менің курсымның ішінде бар. Курс жайлы ақпарат алғыңыз келсе, мына біреу WhatsApp нөмерге жазыңыздар. Қолжетімді бағада, плюс курс алған оқушыларға мен кітапты тегін бонусқа беріп жатырмын. Келесі, логикалық қосуды белгілеп кетейік. 17-сі, ары қарай кеттік. 18. Мына біреу санды 16-лық санау жүйесіне түрлендіру үшін біз аламыз да 16-ға бұны бөліп тастаймыз. 16-ға бөлетін болсақ, 5-тен берсек 90 болып қалады. 6-тан берсек 36 үш ойда, 6 жерде 96 оқылады. 7-тен берейік. 7 жерде 6-ым 42. 4 ойда 1-де 7-ім 7, 7-ге 4. Ойбай, 2-сі мұнда жазам. 7-ге 4, 11. 6 жерде 7-ім 42, 4 ойда 1, 7, 7, 7-ге 4 тоқсамыз 11, 112. Енді азайтатын болсақ, бізде қанша қалады? 13 қалады, 13 қалады. И мынаны ары қарай
13-ті вот былай жазамыз. A дегеніміз 10, B дегеніміз 11, C 12, D 13. Получается 7D болып түседі мынау. Мынаны бірінші жазамыз, потом 13 жазамыз. 13 бізде 16-лық санау жүйесінде D әрпі. 7D дегеніміз C вариантында тұр екен. Ары қарай кеттік. Берілген HTML кодтың нәтижесі дейді. Бізде скриптінің ішінде мынандай alert функциясы жазылыпты, оның ішінде скрипттерді қолдану деп тұр. То есть мына біреу веб-сайттың беті болсын. Веб-сайттың бетінде мына біреу текст жат. Скрипттерді қолдану, и плюс мына жерде окей деген батырма тұрады. Немесе Яндексте закрыть деген батырма тұрады. Вот осындай балқыма терезені, немесе диалогтық терезені шығарушы функция веб-бетте скрипттерді қолдану хабарламасы шығады дейді. Веб-бетте емес, бізде диалог терезеде шығу керек. Енгізу өрісі бар терезеде шығарады, либо да енгізу өрісі бар терезеде, терезеде отдельно, енгізу өрісі бар терезеде шығады, және де окей батырмасы басқаша күтеді дейді. Но енгізу өрісі бізде жоқ мұнда. Алетте енгізу өрісі деген болмайды, енгізу өрісі prompt дегенде болады. Prompt деген функцияда бізде мынандай диалогты терезе шығады. Мына жерде вот какой-то бір текст енгізуге болады, и потом окей бар, иә. Скрипттерді қолдану веб парақшасы құрылады дейді. Жоқ, бізге хабарламасы бар диалогты терезе шығады, және де пайдаланушы окей батырмасын басқанша күтеді дейді. Д варианты бізде келіп тұрып отыр. Осыған просто текст тұрады мұнда. Мына бір скрипттерді қолдану деген и окей деген кнопкасы тұрады. И ол бізде вот мына Д вариантында көрсетіліп тұр. X айнымалысына 5 мән бергендегі программа нәтижесі дейді. Вот мынаған біз 5 беріптік. Функцияға 5 кетті. А тең 5 значит мында. S-тен 0 дейді. 5-тен 12-ке қарай жүреміз деген сөз. Давайте шаг 1 дейік. I тең 5. Бірінші шагта. I тең 5-те вот S-тен 0 болып тұр пока что, еще пустой. S-ке апарып біз I-ды қосып жатырмыз. То есть мынаған плюс 5. I тең 6 кезінде мынаған 6-ны қосып жатырмыз. 7 кезінде 7-ні қосамыз, 8-де 8 қосамыз, 9-да 9 қосамыз, 10-да 10 қосамыз, 11-де 11 қосамыз. 12 диапазонға кірмейді. 11 мен тоқтайды. 12 диапазон сыртында. То есть получается мында по сути біз I-ды апарып S-ке қосып жатырмыз. Мынаның бәрі қайталанады, қайта орындалады. I-дың мәні 5 болады, 6 болады, 7 болады, 8 болады, 9 болады, 10 болады, 11 болады. И каждыйында S қосу тең I орындалады. S қосу тең I дегеніміз S тең S қосу I деген сөз. То есть S-тің ішінде пустой, значит 0, қосамыз I-ды, I бізде текущий момент 5 болып тұрсын. Онда 0-ге 5-ті қосамыз да S-тің ішіне саламыз деген сөз. Пустой бір ыдысты елестетіңіз, осы пустой ыдыстың ішіне апарып, вот S қосу тең I десеңіз, получается I-дың мәні 5 болса 5 литр су құямыз деген сөз. Келесі қадамда оның ішіне 6 литр қосымша су құямыз деген сөз. Значит, бұның ішінде вот 5 литр су бар, и таки 5-ке 6-ны қосамыз, енді 11 литр су бар деген сөз. То есть айнымалы ол бізде пустой ыдыс деп ойлаңыз. Сол пустой ыдысқа біз апарып үстіне мәндерді қоса бере аламыз. И получается бізде мынаның бәрінің қосындысын анықтайық. 5-ке 6-ны қосамыз 11, мынамен 18 болады, 26 болады, 37 болады, 47 болады, 57, 58 ба? Жоқ, давайте заново дұрыстап қосып көрейік. Калькулятормен 5 қосу 6, қосу 7, қосу 8, қосу 9, қосу 10, қосу 11. 45 болады кәне жерде. Вот 56 шығады. 56 шығады, и А варианты бізде дұрыс болады екен. 21 берілген программа кодының нәтижесі дейді. Так. Мына жерде вот любой сан енгізесіз. Любой сан енгізесіз. Мына код алады да бұл санның цифрларын көбейтіндісін анықтап береді. Бірінші қадамға кірейік. Бірінші қадамға кеттік. S-тен болып тұр 1-ге. Пока что 1. N 0-ге тең ба? Жоқ, 0-ге тең емес. Мына бізде N тең 123-ке пока что. Бірінші қадам кезінде N-ның 10-ға бөлгендегі қалдығы анықталады. 123-ті от 10-ға бөлгендегі қалдығын анықтаймыз. 12-ден береміз, мен 120, қалдық бізде 3 қалады. Мынау болады жауап. 3 түседі мұнда. S тең S көбейту K дейді. S-тің ішінде пока что 0, 1 тұр. 1-ді апарамызда 3-ке көбейтеміз. 3 болады, и осы 3 түседі мұнда. Тең болады 3-ке. Ары қарай N тең N x/10 дейді. Мынау дегеніміз 123-ті 2 слэшпен 10-ға бөліп тастасақ, бізде 12,3 шықпайды. Бізде 12-нің өзі ғана шығады. То есть өтірге дейінгі бөлігін ғана алады x/. То есть бүтін бөлу дейміз оны. Тең болады 12. Значит, бізде n уже
12. Ары қарай ол әлі 0-ге тең емес, значит 12-ні дәл осы операциялардан қайттан өткіземіз. 12-ні 10-ға бөлгенде қалды ол 2. 2-ні апарып біз s-ке көбейтеміз. S бізде 3 жатыр, 3-ті 2-ге көбейтеміз, тең болады 6. Мынау 6 болды енді. Ары қарай 12-ні аламыз да тағы да 10-ға бөліп тастаймыз, 2/пен бізде 1 қалады. Ол бізде әлі 0-ге тең емес, значит мынаның бәрін қайттан қайталаймыз. 10-ға бөлгенде қалды 1. 6-ны апарып 1-ге көбейтеміз, 6-ны 3 шығады. 1-ді 2/пен 10-ға бөліп тастасаңыз уже 0 шығады. While цикл осымен тоқтайды, бізде мында 6 шығады. То есть не істедік? Біз мына біреу n-нің цифрларының көбейтіндісін алдық. Көбейтіндісі A вариантында сипатталған n санының цифрларының көбейтіндісі деп. Ары қарай кеттік. 22. Мынандай программа коды берілген дейді. S жолында әртүрлі қайталанбайтын символдар санын шығаратын код бөлігі. То есть бізде не болып жатыр? Біз S-ке какой-то бір строканы оқып алдық, readline арқылы. Енді осы строкаға байланысты цикл жібердік. 0-ден бастап строканың соңына дейін. То есть бізде текст болса, осының 0, 1, 2, 3 элементтері. То есть алғашқы қадамда бізде i тең болады 0-ге. Ал әрі қарай біз тексереміз si-ды. То есть si дегеніміз s0 болады деген сөз. Ал s0 дегеніміз t әрпі. То есть t символы. Екінші қадамда i тең болады 1-ге. Значит, s1-ді қараймыз деген сөз. S1-іміз ол e деген әріп, i деген әріп. i тең болғанда 2-ге s2 болады деген сөз, значит. Ол бізде мына әріпке тең. i тең болады 3-ге, бұл жағдайда s3-ті қараймыз деген сөз. Бұл қайттан t-ға тең. Осындай элементтер болады деген сөз. Қазір біздегі мына біреу циклдың ішінде. Енді осы циклды біз 0-ден бастап мынаның соңына дейін жібердік. Шарт былай дейді. Біз мына біреу n-нің ішінен тексереміз. n-нің ішінде егерде текущий әріп болмаса, то есть мысалы біз t-ны қарап жатырмыз, n-нің мәні, i-дың мәні 0 кезінде. Егер 0-шы элемент жоқ болса, то есть мынаның саны 0-ге тең болса, count бізде санын анықтап береді. Оның саны 0 болса, ешқандай t деген әріп жоқ болса, онда n-нің ішіне апарып осы t-ны саламыз деген сөз. n бізде пустой болды, енді оған барып t-ны қоссақ, одан кейін бізде n-нің ішінде t жатады. Енді мына жерде n-нің ішінде t бар. Ары қарай осы операция қайталанады. Мына біреу әрбір әріп үшін. То есть получается, мынаны көреді, тексереді, жоқ болса салады. Келесі қадамда n тексереді, жоқ болса мына ішіне салады. Үшінші қадамда x тексереді, жоқ болса салады. Төртінші қадамда уже t кірмейді мына біреу текстқа, потому что t-дан бір штук бар. Значит, бізде if орындалмай қалады. То есть қайталанбайтын символдар ғана жиналады мына біреу n-нің ішіне. Ары қарай осы f2 файлына біз жазады екенбіз. Осы n-нің ішінде неше символ бар екенін анықтайтын лен, то есть 3 болады. И осы 3-ті строка ретінде файл 2-нің ішіне жазып береді мына код. Енді S жолында әртүрлі қайталанбайтын символдар санын шығаратын код бөлігі, ол бізде мына біреу 8-ші строкада тұр. То есть мына біреу n-нің ұзындығы ол 3-ге тең. Бұл n-нің ішінде тек қана қайталанбайтын символдар жатыр. И осы қайталанбайтын символдардың санын біз осы 8-ші строкада анықтап жатырмыз. Поэтому бізде 22-нің жауабы C болады. 23-ге кеттік. Шартты алдын ала тексеруші цикл while циклы. Алдыңғы шартты цикл деп атаймыз оны бірінші. While'да бірінші шарт тексеріледі. Егер шарт орындалса ғана ары қарай код блогы жүзеге асады. То есть цикл басталады. Ал for бізде параметрлі цикл, шарт тексермейді, ол просто диапазонның ішінде жүреді. Break циклды үзеді, тоқтатады, continue циклдың келесі қадамына аттап кетеді. Reverse кестесінен select дейді, өзен аттары және де ұзындығы дейді. Значит, сразу мынаны минусовать етіп жүреміз. Өзен аттары ұзындығы деген 3 вариант бар екен. Хорошо. Ары қарай осы таблицадан таңдап жатырмыз. Мынандай шартпен. Орналасқан материка Евразия дейді. Получается, біз Евразия дегендер мыналарды таңдайды екенбіз, қалғандары таңдалмайды. Ары қарай олардың ұзындығы бойынша өсу ретімен сұрыпталған қосымша фильтр тұр. То есть біз мына біреу
өзен аттары және де ұзындығы деген жазбаларды аламыз және де жазбаларды ұзындығы бойынша өсу ретімен сұрыптаймыз. Получается бізде вот 3531 деген цифра бар ма? Бар. Ал бізде еділ. Хорошо, ертіс 4248 ба? Ертіс қайда? Міне тұр. Так, Амур 4444. Аха. Янцы 6300. 6300 Янцы. 6437 Сырдария дейді. Хорошо, вот как раз Евразия материгіндегі өзен аттары және де ұзындықтары жазылған екен. Енді бұлардың бәрі өсу ретімен сұрыпталып тұр ма? Вот 3500-ден 6400-ге дейін өсу ретімен сұрыпталып тұр. Біз сразу дұрыс вариантқа түсіптік, B варианты бізде дұрыс болады. Ал мына жерде 3500-ден 6300 болып кеткен, потом 4444 болып кеткен. То есть өсіп келе жатты да, потом кеңіп кетті. Бұл бізде дұрыс емес. Мына жақта керісінше 6400-ден 3500-ге дейін жүріп жатыр. Бұл бізде кему ретімен кетіп жатыр. Ал бізге вот өсу ретімен тұрғандығы керек. Вот өсу ретімен жоғары қарай қояйық. И ол Б вариантында тұр екен. Кестедегі әрбір жазбаны бір мәнде анықтайтын мәндер жиынтығынан тұратын өріс немесе өрістер комбинациясын біз алғашқы кілт деп атаймыз. То есть алғашқы кілт әрбір жолды басқа жолдан ерекшелеп тұратын какой-то бір идентификатор рөлін атқарады. 25 бізде A болады екен. Ары қарай кеттік. Арманға кез келген n саны үшін n факториалды есептейтін программа құру қажет болды. Ол дегеніміз n факториал дегеніміз сол n-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі. 3 факториал ма, значит 1 2 3 көбейтіндісі. 5 факториал ма, значит 1 2 3 4 5 бәрінің көбейтіндісі. Мұндағы n алдымен 1-ге тең болып, сонан соң әрбір қайталау кезінде ол 1-ге артып отырады дейді. Цикл белгілі бір әрекеттің бірнеше мәрте қайталанып орындалуы циклдік операторлар қолданылуына байланысты for параметрлі цикл және де while шартты циклы болып бөлінеді дейді. Арман while циклын қолданып программа құруды жөн көрді. Хорошо. Мына жерде, значит, ешқандай қателік жоқ. Давайте өзіміз бір тексеріп өтейік. F тең 1-ге. Дұрыс. Егер көбейту болса, алғашқы мән біз 1 деп аламыз. Себебі 0 деп алсаңыз, 0-ге қандай сан көбейтілмесін, бәрі 0 болып кетеді. Сол себепті F тең 1 деген дұрыс. Циклдың алғашқы қадамы вот 0-ден басталып тұр. 0-ден басталып тұр, но 0-ды 1-ге арттырып жатыр екенбіз. То есть получается 1 түседі мында, и F-ке барады да 1 көбейтіледі. Екінші қадамда мында 2 болады, F-ке барады да 2 көбейтіледі. Үшінші қадамда I3 болады, F-ке барады да көбейтіледі. То есть осы операция жалғасады n-ға дейін. Ал цикл параметрінің бастапқы мәні дейді, бастапқы мәні вот бізде I 0-ге тең, поэтому бізде B варианты дұрыс болады. Ары қарай кеттік. Цикл, while циклының ерекшелігі. Так, while циклының ерекшелігі алдыңғы шарты цикл бұл бізде. Бірінші шарт тексеріледі, потом код блогы жүзеге асады. Сондай анықтаманы анықтауымыз керек, табуымыз керек. Цикл денесі орындалып, одан кейін шарт тексеріледі. Жоқ, бұл do while деген цикл бар. Бірінші істеп, сосын барып ойланатын цикл. Мынау бізде while-ға анықтама. Қадамдар саны алдын ала белгілі болғанда қолданылады дейді. Ол в основном for цикл үшін. Қайталау санын анықтайды, цикл денесінің орындалу немесе орындалмауы шартқа байланысты емес дейді. Мынау қате пікір. 4 бізде, D бізде дұрыс, скорее всего. Алдымен шарт тексеріледі дейді, цикл денесінен орындалу немесе орындалмауы шартқа байланысты дейді. Вот как раз D варианты бізде дұрыс болып тұр. 28. Арманға кез келген n саны үшін n факториалды есептейтін программа құру. Жоқ, мынаны оқыдық. Вот міне. Циклдың әр қадамына айнымалы мәндерінің өзгерісін экранға шығару дейді. Мына жерде әр қадамында мынау айнымалы бізде, мынау айнымалы екеуін принтқа шығаруымыз керек. Именно while циклның ішінде, то есть мына жаққа жазбайсыз, төмен жаққа мына жаққа жазбайсыз. Именно while'дың ішінде мынаның жандарында тұру керек. Именно есептеледі, потом шығады. Есептеледі, потом шығады. Как раз осындай порядок табу керек. Мына бізде қате болады. Так, бізде мына жерде только текст шығады, только I тең деген шығады. Каждый қадамда бізге нені анықтау керек? Мәндерінің өзгерісін анықтау керек. Сол себепті мынау қате болады. Бізге жанына плюс мәнін де көрсету керек. C варианты бізде келіп тұр. I-ды есептедік, мысалы 0 болып тұр ма? 1 болып тұр, 1 болды. Потом I тең деген шығады, потом 1 шығады консольға. Сонда былайынан көрінеді консольда. Потом F-ті анықтаймыз. F тең дейді, F-ті мәнін шығарады. C варианты бізде дұрыс келіп тұр. D вариантында мұнда 30 туптан қате болады, мұнаны үйтіп жазуға болмайды. While'дың код блогы міне. Значит, мына жерден бастап жазу керек. Мына жаққа апарып жазбайсыз.
I тең I плюс 1 кодының қызметі. Бұл дегеніміз цикл параметрінің келесі мәнін анықтайды. Шартты тексермейді ол. N санын факториалын есептемейді ол. Мынау бізде есептеп жатқан. Цикл параметрінің келесі мәнін есептейді. C варианты бізде келіп тұр. Цикл параметрінің соңғы мәнін білдірмейді. Енді n факториалдың мәнін n-ді біртіндеп кеміту арқылы есептейтін программаны for циклімен жазылуы дейді. Мұнда дұрыс вариант C варианты болып тұрады. Мұнда 1 деп тұр, мұнда 1 деп тұр, мұнда 1 деп тұр. Неліктен сразу C-ді белгілетін десеңіз, range деген бізде функция бар. Бұл диапазон қайтарады. Range функциясында мұнда n-нан бастап 0-ге дейін -1 қадаммен деген осындай параметрлер көрсетіліп тұр. Мынау деген қандай диапазонды қайтарады? N бізде, допустим, 5 болса, 5 қадам бізде -1, значит 5-ке -1-ді қосамыз, потом 4 болады, потом -1 тағы қосамыз 3 болады, 2 болады, 1 болады, и бізде мынау A делік, мынау B делік, мынау диапазонның басы, мынау диапазонның соңы. И получается, басын біз 5-тен бастадық, соңы бізде диапазонға кірмейтін 0. Диапазон сыртында. Осы 0-ге дейін деген сөз. Значит, 1-мен тоқтайды. И получается, 5-тен 0-ге дейін -1 қадаммен кемумен біз осындай нені алдық? Диапазонды алдық. Енді бізде осы 5, 4, 3, 2, 1 сандары баратта f-ке көбейтіледі. И осылайша бізде факториалды просто кері ретпен кему өту арқылы анықтауға болады екен. Сол себепті C варианты бізде дұрыс болады. Енді бізде мынандай тағы да Pythonнан функция берілген екен. Точнее, процедура мына жерде. Return жоқ болса, бұл бізде процедура. Процедура мен оның параметрін олардың программа кодында белгіленуімен сәйкестендіріңіз дейді. Параметр ол def деп процедураны анықтаған строкадағы жақшаның ішіндегі айнымалыны біз параметр дейміз. Значит, digit бізде мынаның жауабы. Ал процедураны атауы ол бізде def деп анықталған строкадағы жақшаның сыртындағы функцияның процедураның атауы. Ол бізде print digits дейді. Сол получается бізде A 4-ші, B 1-ші. Әрі қарай кеттік. Құрылғыларды өлшем бірліктеріне сәйкестендіріңіз дейді. Тактілік жиілік ол бізде герцпен есептеледі, либо гигагерцпен. Вот гигагерц бізде тұр, как раз. Жедел жадыда ол бізде мегабайт емес, минимум гигабайттан басталады. Вот гигабайт мен тұр. 4 гигабайт қазір ешкім қолданбайды. 8 гигабайт, скорее всего, минимально басталады қазір көбісінде. 8 гигабайт, 16 гигабайт, 32 гигабайт болады. Мегабайттан басталмайды, кешірім сұраймын. Гигабайттан басталады, то есть. Так, сұхбат терезеге шығару сипаттамасымен функцияны сәйкестендіріңіз дейді. Окей, батырмасы бар хабарламаны шығару. Ол alert. Жаңа ғана көрсеттік оны алдыңғы сұрақтарда. 2 батырмадан окей cancel тұратын question сұрақ қою терезесін шығару. Ол бізде confirm деген мына бір функция арқылы шығады. То есть, мынандай 2 кнопкасы болады. Біреу окей, екіншісі cancel деп тұрады, ол Google-да. И мына жаққа бір какой-то текст тұрады. И текстта сұрақ тұрады. Продолжить дальше. Да, нет деген сияқты. Яндексте да, нет деп тұрады, кстати. Да, нет деп тұрады. Осындай окно. И мында текст тұрады сұрақпен. Бұл бізде confirm. Ал alert бізде просто вот бір окно, текст тұрады мында, хабарлама, и осыны жабуға арналған окей деген кнопка тұрады. Либо закрыть деп тұрады. Окей деп Google-да тұрады, Яндексте закрыть деп тұрады. Берілген реверс кестесінен жасалған сұраныс кестесі мен сұраныс командасын сәйкестендіріңіз дейді. Так, окей. Мына жерде өзен аттары мен ұзындығы таңдалыпты. Сразу отпадает мына бір вариант. Екеуінде де өзен аттары мен ұзындығы таңдалған. Сол себепті мына жерде жұлдызша дегенді біз таңдамаймыз. Жұлдызша дегеніміз мынаның бәрін таңдайды деген сөз. Ал бізге бәрі көріп тұрған жоқ бұл жауапта. Бізде только екеу. Енді қалғандарын қарайық. Өзен аттары ұзындығы, өзен аттары ұзындығы, өзен аттары ұзындығы. Хорошо. Мынау минус. 3 варианттан әрі қарай кеттік ал. Біріншісін қарайық. Өзен аттары жөнінде ұзындығы, так, ұзындығының кем үретімен алынған. 6400, 6300, 4400, 4200, 3501. То есть, мынау бізде кем үретімен, мынау бізде өс үретімен. Давайте бетейік. Кем үретімен болса, ол descending деген кілтік сөзбен жазылады. Мынау бізде ascending деген өс үретімен. Осындай командамен жазылады. Енді
Так. И, кстати, бізде мында Сырдария, Янцы, Амур, Ертіс, Еділ. Сырдария, Ертіс, Еділ, Амур, Янцы. Бұлар бізде Евразия материгінде орналасқан. Сол себепті бізде қосымша шарт болу керек. Where орналасқан материгі тең болу керек, Евразия деп тұру керек. То есть осындай шарт бізде мынада жоқ екен. Сол себепті мына екеуі қалды. Енді ascending деген мынаған жібереміз, значит. Descending дегеніміз мынаған жібереміз. Давайте қарайық descendingті. Select-ді өзен аттары мен ұзындығын таңдаймыз. Реверс таблицасынан шарт қойылған, орналасқан материге Евразия болса, және де әрі қарай сұрыптау ұзындығы бойынша кему ретімен, вот как раз. Мына астында өсу ретімен ascending дәл осы команда просто соңында ascending. Осылайша біз анықтап тастадық. Біріншісі А бізде, екіншісі Б бізде біріншісі екен. 35. Аталған сипаттамаларды қызметтермен сәйкестендіріңіз дейді. Бірінші, бір мезетте бірнеше қосымшаның жұмыс жасауына мүмкіндік береді, ол процессордың ядролар саны. Бірнеше ядро, әрқайсына процесстер еніп жатады. Ол ядро бөлінеді, одновременно екі процестің арасында жүгіру мүмкін. Одновременно екі приложениені бірге атқарып жүре алуы мүмкін. Немесе бір ядро жеке өзі бір приложениені қарап жатады. Екіншісі басқа приложениені қарап жатады. Бұл бізде бір мезетте бірнеше қосымшаның жұмыс жасауына мүмкіндік береді. Енді жүйелік шина мен процессор арасында жіберілетін деректердің жылдамдығын көрсетеді. Ол бізде процессордың жиілігі. Жиілігі ол бізде осындай анықтамаға ие. Желдеткіштің қандай қуатпен жұмыс жасайтынын көрсетеді. Қуатты ваттпен есептейміз, процессор жиілігі герцпен есептейді. Сразу мұны атпадай детсе болады. Бір такт ішінде процессордың өңдей алатын ақпарат көлемін анықтайды. Ақпарат көлемі бізде всегда какой-то бір өлшем бірлікпен көрсетіледі, бит, байтпен. Мына анықтама бұл бізде процессордың разрядтылығын білдіреді. Бір такт ішінде процессор өңдей алатын ақпарат көлемі ол процессордың разрядтылығы деп аталады. Сол себепті бізде осы А бізде екіншісі, Б бізде біріншісі екен. 36. Так, бізде мынандай сайтта мәтіндер тұр, соған байланысты HTML варианттарды таңдауымыз керек. Мынау бізде жасыл түс. Сол себепті біз сразу мынаны минусовать етеміз, себебі color red деп тұр. А кетті. Потом бізде color red деген мынау кетті. Бізде green, так, color red табіреу кетті, потом green. Окей. Все, үшеу бар бізде уже варианттан. Енді осы үш вариантты біз әрі қарай тексерейік. То есть бірінші бет H1. Так, мында тоже H1. Мынада тоже H1. Окей, бәрінде бірдей екен. Әрі қарай. Екінші бетте green деп тұр, потом ins функциясы тұр. Тегі тұр, кешірім сұраймын. Insert тегі ол астын өстіп сызып береді. Мынау келіп тұр, хорошо. Мына жақта U тегі тұр, ол бізде физикалық форматтау тегі. U тегі тоже астын сызып береді, хорошо. Мына жақта тоже ins тұр, ол тоже астын сызып береді, окей. Енді одан бөлек мынау бізде курсив болып тұр, бағыты чуть-чуть қиғаш тұр, жазылып. Курсивті itext дей ма? Істейді. itext дейді. Үшеуінде де бірдей екен. Окей, ладно, әрі қарай кеттік. Екінші бет деп тұр астында параграф тұр екен. Параграфта бізде align атрибут жазылған. Align дегеніміз позициялау. Позициялау бізде сол жағында тұр. Left деп тұру керек, значит. Бізде right деп тұру. Сол себепті мынау кетті. Енді C мен F-ті қарайық. Align left деп тұр, align left деп тұр. Пожалуйста, бізде C және де F екеуі варианттар ретінде келіп тұр. 37. Деректер қоры үзіндісінде туыстық қатынастар туралы деректер ұсынылған дейді. Берілген кестелер бойынша Шахиевтің бауырының баласының аты жөнін анықтауымыз керек екен. Бізде НОШ дей салайықшы. Шахиев деген бір бауырымыз бар екен, бұл Шахиевтің бауырының баласы. То есть оның ағайын жұрты бар, соның біреуінің бауырының баласын анықтауымыз керек екен. То есть біз давайте Шахиевтің өзін тауып алайық. НО Шахиев қайда ол?
Шайхиев НО міне тұр. Шайхиев НО. Так, коды 6 екен. Енді Шайхиевтің біз бауырының баласын анықтауымыз керек. То есть Шайхиевтің бауырын анықтау үшін бұлардың бәрі бір әкеден тараған ғой. Бұлардың бәрі бір әкеден тараған. Солардың бәрінің общий паханын тауып алайық. Әкесін тауып алайық, То есть Шайхиев бізде номер 6 екен. Осы номер 6-ны бала кодының ішінен тауып аламыз. Мен номер 6. Номер 6-дан бізде только 42 тұр жоғары атана кодының ішінде. Только біреу тұр. Енді 42-ні қарайық. 42 Нұржанов аты дейді. Так, енді Нұржанов атының бала шағасын қарайық. Нұржанов атының бала шағалары міне тұр. Біреу 7 дейді, біреу 36 дейді. Так, 42 басқа жоқ қыда. 42-нің балаларын таптық міне. Бауырларын таптық по сути. Давайте қысқартып жіберейік. Бәрін. 2 бауыры бар екен. Біреу 7, біреу 36. Енді 7 мен 36-ны қарайық. 7 тұр мені 36 тұр. Біреу Нұржанов К дейді, екіншісі Сүндет М дейді. Енді осылардың баласын табамыз. Дұрыс қой, 7, 36 жоқ қой басқа. Так, 7, 36. 7 тұр мені. Так, 36 жоқ екен мұнда. Тіпті жақсы болды. 36-ны алып тастайық. 36 мұнда тізімде жоқ екен. Только 7-нің балаларын тапсақ болады. Енді 7-нің балалары олар 24 және де 7 дейді. Ойбай, 15 дейді кешімсайым. 24 және де 15. Екеуі осының балалары екен. То есть, мұна ұрпағын пока что жазып апты. Мұнан ұрпақтарын қараймыз. Біреу 24, біреу 15. Енді 24 табайық. 24 мін тұр, Сүндет Ж. 15 бізде Габдоллаев асы дейді. Габдоллаев асы. Сүндет Ж дегеніміз, так, ұлын табу керек. Кстати, Сүндет Ж бізде минус болады. Бұл жынысы ә деп тұр, әйел. Сол себепті бізде минус болады. Габдоллаев асы бізде ер екен, е деп тұр. Сол себепті Габдоллаев асы деген бар ма? F варианты екен, 37-де, получается, только бір ғана жауап дұрыс болады. Габдоллаев асы осы кімнің? Шайхиевтің бауырының баласы, в общем. Кеттік ары қарай. Мынандай екілік санау жүйесіндегі санына тең болатын басқа санау жүйесіндегі сандар дейді. Ну, давайте мұнда 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 дейміз да. Мұна 0 тұрғандарды қысқартып жүреміз. Бізде қалады только мұнау, мұнау, мұнау. 2-нің 6 дәрежесі, қосамыз 2-нің квадраты, қосамыз 2-нің 0 дәрежесі. Получится 6 дәрежесі 64, квадраты 4, 0 дәрежесі 1-ге тең мұнау. 68, 69. 10-дық санау жүйесінде бар ма ондай? Е варианты дұрыс. Енді осы 69-да әрі қарай түрлендіреміз 8-дікке 16-лыққа. Давайте 16-тан бастайық. 16-лыққа түрлендіретін болсақ. Так, по сути, мына прямой түрлендіріп жесек болады. 2-ліктен 8-дікке 16-лыққа. Ну, давайте қазір анықтап қойдық қой, шығарасылай қосылайық. 4-тен береміз, минус 64 болады. 5 қалады, керретпен жинаймыз, 45 шығады. 16-лық санау жүйесіндегі мұнау екен. 69-ды әрі қарай 8-ге бөлеміз. 8-ден береміз. Так, 8-ден береміз, минус 64, бізде 5 қалады. 8-ді тағы да 8-ге бөлеміз, 1-ден береміз, минус 8, 0 қалады. Сонда бізде 105 деген сан шығады. 105 бұл бізде 8-дік санау жүйесінде екен. F. Сонда A, E, F варианттары дұрыс екен. 140 таңбадан тұратын ақпараттың, то есть таңба саны бізде 140. Қуаттылығы N1 64 дейді. N2 32 дейді. Ақпарат көлемдерінің айырмасы дейді. То есть I1 минус I2 қанша дейді. Давайте анықтайық. Біз I1-ді анықтаймыз қалай? К көбейтілген X1. Енді мына жерде N1-міз 64. N1 тең 64.
тең 2-нің x1 дәрежесі деген сөз мынау. Хартли теңдеуі. Бұдан анықталады бізде 2-нің 6 дәрежесі тең болады 2-нің x1 дәрежесіне, x1 тең болады 6-ға. К бізде 140. 140 көбейтеміз 6-ға. А2-ні анықтайық. К көбейтілген x2. N2 бізде 32. 32 деп сразу жаза салам, тең болады 2-нің x2 дәрежесі болады. Мына жерде 2-нің 5 дәрежесі тең болады 2-нің x2 дәрежесі, мынадан бізде x2 тең болады 5-ке. Значит, 140 көбейтеміз 5-ке. Мына жерден прямой анықтай салсақ болады. Вот 140 көбейтеміз 6-ға, азайтамыз 140 көбейтеміз 5-ке. Мынау бізде А1, мынау А2. Енді мынадан 140-ты сыртына шығарып жібере саласыз. 140-ты жақшаның сыртына шығарып жібересіз. 6 минус 5, 1 қалады. 140-тың өзі қалады. 140 бит болады, значит. 140 бит Е вариантында тұр, и только Е варианты бізде дұрыс болады деген сөз. Так, 40 жоғары, так, жолды жоғары регистрге ауыстырып, ол бізде аппер. Кіші әріптен үлкен әріп жасап береді. Немесе кішкентай сөздерден тұратын, кішкентай символдардан тұратын сөзден, үлкен символдардан тұратын сөзге қарай алмастырып береді. То есть әріпті жоғары регистрге ауыстырады. Жолдың ұзындығын, так, лен. Және де жолда сандардың болуын, ол isDigit деген функциялар арқылы анықталады. То есть лен дегеніміз, мына бір текстті леннің ішіне салсаңыз, мынадан 4 қайтарады, ұзындығын қайтарады. Ал isDigit дегеніміз бұның ішінде цифралар, толықтай цифрадан тұрама, тұрмайма соны тексереді. True false мәнін қайтарады. Егер мынандай текст берсек, мына isDigitқа, бұл бізде true қайтарады. Егер мынандай f деген әріп берсек, бұл false қайтарады. Егер f1 деген символ берсек, бұдан да false қайтарады. То есть A, B, D болады екен дұрыс жауабы мынаның. И бізде вот жауап барағы. 50-ден 50 баллы, смело. Екінші нұсқа талдауымыз осымен өзінің бәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше бізде тағы бір нұсқа талдау бар. Надеюсь, бұл жолы трансляция нормально болады. Келесі эфирде енді интернет жақсы болған бір уақытқа қоямын. Осы видеоға лайк басыңыздар, комментарий жазып кетіңіздер. Маған да мотивация болады. Тағы да вот үшінші нұсқасын талдап тастаймын. Плюс ақылы нұсқаларды ашамын да бәрін подряд талдап тастайтын боламын алдағы уақытта. Сол себепті каналға тіркеліңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер. Информатика таңдаған оқушылардың бәрі осыны міндетті түрде қаңтар ұбт-ға дейін көріп шығу қажет. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған